Gitti. Sen git. Koş. Tisbe. Tisbelerim sana olan. Sen nege oğan tisip жүрсең? Sen tayağından ешкім оқпайды. Неге менің біздің кәдімгі адамға tisip жүрсің? Кет. Жоғал бар. Менің ауылымнан кет. Гринниға қайтып қалды. Балам. Сен кімсің? Мен саған тиіспеймін, бергер балам. Саған Гренни деген тиісіп жүрді ма? Иә. Ол неге саған тиісіп жүрді? Білмеймін, бұрында мен оның інісі келіп еді біздің ауылға. Сосын Гринниға айтам деп кетіп қалды. Сосын Гриннидің өзі келіп мені қамап алды. Енді ол бұл әлемге ешқашан келмейді. Сіз оны қайқа жібердіңіз? Бір тозаққа жібердім. Тозақ. Сіз кімсіз? Сіз киіміңізге қарасам фиолетовый түсті жақсы көретін жақтысыз ғой? Иә, балам. Енді жасым келіп қалды ғой. Енді түсті таңдай бересің ғой. Сонда сіз сонда адамсыз ба? Иә да, балам. Адам қалай жоқ қылып жүрдіңіз? Қалай тозаққа жібердіңіз сіз? Сол білмеймін. Мә, балам, саған тамақ керек па? Иә. Тамақ жеп ал. Менде көп тамақ толы. Тамақ жеп ал. Тамақ күшті екен, рахмет. Сонда сіз қай жақтан келген атасыз? Мен бір ретте ата-анам қарақшылардан көз жұмды. Менің ата-анам қарақшылардан көз жұмған кезде мені осындай бір ата келіп сиқыршы әлеміне жіберді. Мен сол жақта сиқырларды үйреніп, осындай сиқыршыға айналдым. Мәссаған. Олардың өзінің кітаптары бар. Аха. Жарайды, кішкене отырыңыз, сөйлесейік кішкене. Жарайды, мына шетел әлі кетпетті. Кет ары сен. Әңгімеміз араласпа. Мен флеш тақ. Кет ары. Жарайды, сіздің жасыңыз нешеде? 590-да. Ха? Иә, 590-да мен жасым. Түсіндемін ба, не болды? Сіздің жасыңыз 590-да болуы мүмкін емес, сіз өліп қалатын едіңіз ғой? Сиқыршылар әлемінде ешқандай сиқыршылар өлмейді. Олар өмір бақи өмір сүреді. Сиқыршы болдыңыз. Жарайды. Сіз сиқыршы қалай болдыңыз? Мен бір ретте мен кітаптан бұрын мектеп оқып жүрген кезде кітаптан оқыдым. Мен сиқыршы болуды, қалай сиқыршы болуға үйретті мені. Өзімнің ұстазым болды. Мен соған айттым, қалай сиқыршы болам деп. Сосын мен оған 5 жыл үйрендім да, сосын қазір сиқыршы болып отырмын сенің алдыңда. Мәссаған. Сіз мені сиқыршыға айналдыра аласыз, а? Сені ма? Білмеймін ал. Жақсы балам, жүр енді мен далаға атып келейін. Аха. Қазір кішкене жатып ұйықтап алайын. Сиқыршы ата! Сиқыршы ата! Қақитып қалды? Тоқтан мен түсінемес ба, Бірақ Гренни болу керек. Мен ауылда болмас едім ғой. Мен далада едім. Ауылда болмас едім. Тоқтан түсін ба, оңың ба? Емай. Мен не істеймін сонда, Не өк бетті? Басым атып кет. Жетел. Сен ана сиқыршы атаны көрмедің ба? Болған. Фиолетовый түс жақсы көреді, фиолетовый. Бош жасайма, Надан сөйлеші. Жетел, тоқта. Сен фиолетовый түсті дәл сенікіндей емес, сенікінен кішкене андай қоюлау фиолетовый түсті шапка киіп алған адамды көрмедің ба? Ата, той сиқыршы. Басыршы ба? Кетшар. Ешкім сенбейді. Тоқта, қалай сонда? Жарайды, тоқта. Ойланайын. Тоқта, сонда ол кетіп қалды. Ешкім білмейді. Сен кімсің?
айтчыш. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Итачи Кизет. Бүгінгі видео сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. 20-шы бөлімді көбісі сұрады. Міне 20-шы бөлім сіздердің алдарыңызда. Ал сиқыршата сіз не дейсіз? Осы арнаға лайк басыңдар, арнаға тіркеліңдер. Тіркелмесеңдер, сендерді Гренни сияқты басқа тозаққа жіберерін түсіндір ма? Гренни! Лайк басында жатыр кезді сауыр қызар. Тозақ қалай екен Гренни? Жаман екен.